Сәлеметсіздер ме, қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен мармелад жасау жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге малинаның шырынынан, суы шырыны дейміз ғой, 100 грамм қажет. 100 грамм өлшеп аламыз. Жүз граммды өлшеп болғасын, нөлді басып жіберіп, лимонның шырынын өлшейміз. Лимонның шырыны сол моментте сығып алынған шырын болуы керек. Одан 20 грамм. 20 грамм лимон шырыны жетеді. Нөлді басып жіберіп, қант өлшейміз. Қантымыз 100 грамм қажет. Мен 100 грамм қосып жатырмын. Егер тым қатты тәтті керек емес десеңіз, ол 10-15 грамм азайтуға болады. Одан қатты азайтуға болмайды. Қантымызды өлшеп алдық. 100 грамм нөлді басып жіберіп, ең соңғы агар-агарды өлшейміз. Агар 5 грамм қажет. 5 грамм өлшеп алып, барлық затымызды өлшеп болғасын, баяу отта, сырлы ыдыста бір қайнатып аламыз сиропымызды. Баяу отта қайнаған жақсы. Қайнап шығып жатыр. Қозғап тұрамыз. Бұл жерде көп үгін алып, ештеңе қажет емес. Жай ғана қозғап тұрамыз. Міне осылай қайнап шығады. Осы кезде астын өшіріп, формаларымызға құя береміз бірден. Формаларға жылдам құйып тастауымыз керек, өйткені мынандай сырлы ыдыста мынау дайындап алған сиропымыз тез қатып қалады. Силиконды формамызға жылдам құйып үлгеруіміз керек. Менің сиропым формаларыма түгел жетті. Дәл жетті. Енді балалар үшін кішкене қызықтырақ болсын деп, ерекше болсын деп, арасына малина салып жібердім. Осылай міне. Енді осыны 30 минутқа холодильникке қоямыз. 30 минуттан кейін дәл осындай оп-оңай алынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді заттар. Дұрыс рецепт. Өлшемдері дәл осы өлшемдерде, қажетті заттарды осы өлшемде қоссаңыз, осылай әдемі болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менің видеомды көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Міне мармеладымыз осындай әдемі болып шықты.